Бірінші нөмірмен берілген тапсырманы қарастырайық. Тік горизонталды сызық сызыңдар. Қылқаламның нөмірі 50, түсі жасыл, 150 қадам жүру керек. Суретті елес кейіпкері салады. Ол үшін бізге оқиғалар тарауындағы жасыл жалаушасына басылған кезде блогы қажет. Одан кейін құрал мәзіріне ауысамыз да, бірінші кезекте құралды төмендету блогын таңдаймыз. Бұдан кейін бізге құрал өлшемін орнату блогы керек. Тапсырманың шарты бойынша қылқаламның өлшемі 50-ге тең болуы керек. Енді құрал түсін орнату блогын қолданайық. Жасыл түсті таңдаймыз. Ал ол 50-ге тең. Келесі кезекте қозғалыс тарауына ауысамыз. Бұл жерде 10 қадам жүру блогын пайдаланамыз. Бірақ тапсырманың шарты бойынша 10 емес 150 қадам болуы тиіс. Әр бағдарламаның соңы болуы қажеттігін есімізге түсіреміз. Ол үшін басқару тарауындағы барлығын тоқтату блогын қолданып, жасыл жалаушаны басамыз. Байқадыңдар ма? Біздің елесіміз жасыл сызықты салды. Ал енді өздерің тәжірибе жасап көріңдер.